деген нәрсе болып тұр да сәл. Қазір халық қарсы болып қала ма деп сөйтіп қорқып жатқан сияқтысыз негізі менің ойымша. Шын айтамын, мен жасатпас едім. Енді әркім әртүрлі ғой, әр адам әртүрлі ойлайды, например. Жасатқысы келетін адам болады, жасатқысы келмейтін адам болады. Мысалы, сіздің қызыңыз мен пластикалық отаның менің оталарыма сіздің көзқарасыңыз сәтті шыққан ба? Иә, сенің оталарың сәтті шыққан. Қай жасатқан жерім әдемі шыққан. Бірақ сен операцияға дейін де әдемі болғансың. Иә. Енді конечно осы бар. Елдер ойлайды мені бір как будто операцияның алдында бір түрім құбыжық болды деп ойлайды ғой деймін елдер деймін да. Менің түрім осындай әп-әдемі болған. Просто операция деген ол адам танымастай өзгеріп кету емес қой. Какой-то нәрсеге көңілің толмағандықтан жасау. Мысалы, денеме, фигурама жасқан отамның бір себебі, әр адамның денесі әртүрлі болады. Мысалы, груша тәріздес фигура болады, квадратная фигура болады, домбыра тәріздес фигура болады, тақтайдай фигура болады. Мысалы, мен тақтайдай фигура болдым. Не белім жоқ, не попам жоқ, не кеудем жоқ болған. Киім кие қалайын десем, тоже жараспайды. Тем более киінгенді өзім ұнатам да. Разные образдар жасаған ұнатам. И кейбір өзіме ұнайтын киімдерді мен кие алмадым. Сондықтан мен пластикалық отаға жүгіндім, чтобы денемді арықтау үшін емес. Бұл жерде мен никогда прям қатты семіз болдым деп айта алмаймын. Менде пропорцияны дұрыстау, теңдікте ұстау. Өйткені мен мысалы төменгі бөксе жағым кішкентай болса, белім ровный болды, мысалы белден андай изгиб болған жоқ деген сияқты. Соларды жасау үшін жасадым. И мен өзімнің мысалы фигурама 100% көңілім толады. И мысалы менің блефаропластикамды айтыңызшы, мен көзімде мысалы 1 грамм шрам жоқ, қараңыздар. Идеально жасқан. Көп адамдарда дұрыс емес жасайды ғой. Иә. Енді нақты жақсы білетін врачтарға барып жасатқаннан кейін әдемі шыққан сенікі. А кейбіреулер косметологтарға барып жасатады, жаңағы өзінің маманы емес адамдарға жасатады, содан кейін жаңағы ұнамайтын результат алып жатады ғой, например, өзінің ойындағыдай емес. Мен бір байқағаным Зухрадан, адам қатты өзгеріп кетпейді. Слегка сәл өзгеріс болады адамда бар ғой, иә. Мысалы, түрі страшный адам болса. Даниалды папасы алып кетті. Бір күнге ертеңге дейін Иброшты тоже атапас алып кетті. Сонымен бүгін өзіміз қыдырайық деп отырып, тамақ ішіп, қыдырып мамамен бірге. И мама айтып отыр, мама, давай бір сторис түсірейік. Сторисыма сіз мен сұрақ қоямын, жауап бересіз десем, мама айтады, қандай сұрақ қоясың, заранее айт, мен дайындалайын дейді. Мен айтамын, мен заранее дайындалып айта алмаймын, мен аузымнан қазір қандай сұрақ шығады, соған жауап бере берсеңізші деп отырмын да. Басты сұрақтарымның бірі кешегі мен мамский разговорға жаңағы сұхбат бердім, көрдіңіз, иә, пластикалық ота жайында. Енді өзінің қасына қас жасатқан адам болғаннан кейін сіз мені бір қолдайды деген үмітте отырмын енді. Не айтасыз енді? Елдер жазып жатыр ғой, типа енді аяғың онша мен санам мынау деп жатыр да. Хотя сол адамдардың өздері пластикалық отаға қарсы болып отыр, якобы. Әр адам әртүрлі ғой. Біреулер қарсы болады, біреулер ұнатады, например. Мысалы, сіз жасатар ма едіңіз бетіңізге, өзіңізге пластикалық ота мысалы? Жасатпас едім. Неге? Бетім нормально ғой. Не жасатамын? Бірде бір очко. Жоқта әдемі бола алмайды ол операциядан. Сәл-сәл өзгеруі мүмкін, бірақ сол түрі қалады адамның. Еш уақытта басқа адамға айналып сұлу болып өзгеріп кетпейді. Өзінің желание результатын алады адам. Кейбіреулерге ол да болмай қалады, например. Операцияның алдында да сұлу болғам, операциядан кейін де сұлумын да. То есть менің сұлулығымды ешқалай өзгерту мүмкін емес та, ештеңкемен. Иә, дұрыс айтасың. Операцияға барам деген адамдар беттеріне повязка жасалады, шешіп қалғанда уродкадан красавицаға айналып кетті деген. Ондай пластический хирург деген олар волшебник емес қой. Олар могут подкорректировать, мысалы көзіңіздің описаниясын, кожасын алып освежить етуі мүмкін да. Но бірақ 100% сіздің бетіңізге, мысалы сіздің түріңіз Алена Шишкова сияқты сары бір андай болса, Айшвария Рай сияқты болып кетпейсіздер да, екі түрлі адам болып кетпейді. Правильный хирургты выбирать ету керек. Мен мысалы көзім Қобыланды клиникасында жасқам, мұрным мен көзімді Булхорн операциясын жасаттым. Одан кейін височный подтяжка жасатқан болатым, мына қасымды көтеру. Барлық операциям өте сәтті шықты, өзіме қатынады. И мысалы Москваға барып қасымды жасаттым и фигурамды жасаттым. Я осталась довольна 100%, өйткені мен мысалы фигурасын жасап атқан біраз адамдарды көрем ғой, енді жақсы сәтті шығып атқандар бар, біреулер қайтыс болып кетеді, мысалы Құдай сақтасын, оның бетін арғысын. Біреулердікі неудачно шығып жатады, дұрыс алмағаннан разный ой қойып болып қалуы да мүмкін да. Мысалы хирургты дұрыс выбирать ету керек. Ертең мысалы мен аквапаркке барсам да, денемді ашып спокойно жүре аламын, фигурамды көрсетіп жүре аламын да. Мысалы ішім қыздікіндей болып тұр да. А кейбір жерлерде дұрыс емес жасап қалуы да мүмкін. Енді көз көріп құлақ естіп жүрген жерлер бар енді. Ешкімді жамандамаймын, мен әркімнің өзінің таңдауы. Мен өзім пластический хирургтарды тщательно выбирать етемін и супер результаттар алдым деп айта аламын.